Массаж жасамастан бұрын қолымызды массажға дайындаймыз. Балаға бір 10-15 минут алдын қолымызды жақсылап дайындаймыз. Көп ата-аналар айтып жатады, мен балама массаж жасасам, денесі көгеріп қалады, балам жылайды деп. Бала кожасы өте нәзік болғандықтан, сіз қалай балаға массаж жасайсыз? Бірінші қолыңызды дайындайсыз. Екіншіден, бала ол жылайды. Алғаш рет массаж алып жатқан бала ол жылайды. Оған мән бермеңіздер, ақырын. Егер сіз оған тура жасап жатсаңыз, ол ақырын үйренеді, жыламайтын болады. Және қандай күш салып массаж жасау керек? Сіз өзіңіз қолыңызды былай көзіңізге бүйтіп басып көріңіз. Сол күшпен балаға массаж жасайсыз. Ешқандай да бар күшіңізді салып, үлкен адамға массаж жасатқандай жасамайсыз. Қолыңызды аласыз да, былай көзіңізге қойып көріңіз. Қандай күшпен жасалып жатыр? Тура сол күшпен балаңызға массаж жасайсыз. Егер балаңызға массаж жасамастан бұрын қолыңызды тазалап, өңдеп, жуып алдыңыз, өз балаңызға болса сабындап жуып, соған жасалатын жақпа майды алып қолыңызға жағыңыз. Ал егер біреуге жасап жатсаңыз, қолыңызды тазалап жуып, спирттап алып, бір 10-20 минут бойы қолыңызды жақсылап уқалаңыз. Осылай барлық жерлерін уқалаңыз. Және айта кетерлік, ешқандай да жүзік, сақина болмау керек. Тырнағыңыз өскен болмау керек. Осы жақсылап қолыңызды былай неше түрлі қолымызды қыздыртып массажға дайындаймыз. Және содан кейін ғана уже қолым қыздау, дайын болдау деген кезде массаж жасайтын боламыз.